Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша бүгін тауық етінен жасалған пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындауға кірісейік. Ыдысқа дрож, сұйық май, су қосып араластырамыз. Су міндетті түрде фильтрден алынған болуы қажет. Содан соң оның жарты бөлігін қосып, қолмен немесе осындай миксердің көмегімен араластырамыз. Содан соң қалған бөлігіне тұз қосып, араластырып, қайтадан қосамыз. Біздің қамырымыз дайын болды, осындай жүмсақ болып шығады. Осылай қамыр илеп, содан соң дымқыл тряпкамен бетін жауып қоямыз. Шамамен 30-40 минутта ұстау қажет, содан кейін алып тастап қайтадан илейміз. Және де 400-420 граммдай етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Бәрін теңдей етіп осылай видеодағыдай етіп домалатып шығамыз. Және де шамамен 1-1,5 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Ол уақытта біз тауық етін және де соусты дайындаймыз. Тауық етіне тұз, паприка және де сұйық май мен чеснок қосып араластырамыз. 30 минутқа маринадтауға қойып қоямыз. Содан соң 30-40 минутқа духовкаға салып аламыз. Енді келесі соус дайындаймыз. Мен бұл видеода соусты 2 пиццаға дайындадым. Помидорды осылай тілімдеп аламыз да, содан соң ыстық су құйып, бетін 10 минутқа жауып қойып қоямыз. Содан кейін қабығы осылай тез алынатын болады, және де бөліктерге бөліп, блендермен езіп аламыз. Табаға май қойып, чеснокты қуырып аламыз, дәмі шыққанша. Содан соң жаңағы помидорымызды саламыз. Одан кейін дәмдеуіштерді, яғни орегано, паприка және де тұзды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Соусымыздың суы сарқылғанша осылай араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Шамамен осылай су сарқылды. Енді асын сөндіріп қоямыз. Енді тестімізға кірісейік. Осылай ұнға ұнатып, кукурузный ұн болса тіптен жақсы. Осылай бортиктер жасап, жұқа етіп жайып шығамыз. Содан соң пергамент қағаз төселген противенге жайып, қайтадан дұрыстап шығамыз. Соусымызды жағамыз. Соусымызды бортиктерге жақпай, тек осылай ішіне ғана жағып шығамыз. Содан соң моцарелла сырын күштен өткізіп, бетіне салып шығамыз. Тауық етін, содан кейін самырауқұлақтарды қойып шығамыз. Мен духовкамде арнайы пиццаның режимі бар, 200 градуста шамамен 12-15 минутқа қоямын. Міне пиццам дайын болды. 6 бөлікке бөліп, қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Нан жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Пиццериядағы пиццалар ұқсап. Пицца жасағандағы ең маңыздысы бұл қамыры. Әр қарата қандай салмақ салсаңыз да өз еркілеріңіз. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, онда лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.